Мен 20 жасымда тұрмысқа шықтым. Өзімнің сүйген адамыма күйеуге шығып жатқаныма сондай бақытты едім. Олар мені айттырды. Сырға салып, ата-анамның разылығымен үйімнен алып кетті. Төркінім жақсылап ұзату тойымды жасап, ағайын туысым қимастықпен шығарып салды. Бәрі керемет өтті. Ол кезде жап-жаспын. Оңым мен солымды әлі де ажырата алмайтын аңғал қыз едім. Той өтті. У-шу басылды. Нағыз өмір содан кейін басталды. Үйленген соң маған күйеуім басқаша көзқарас танытып, мүлдем басқаша сөздер айтты. Бөлмеге кіріп: "Мен сенің заңды түрде күйеуіңмін, бірақ менен жылылық күтпе. Өмірде мен сенің жұбайың емеспін. Анамның өтінішін жерге тастамас үшін сені алдым. Негізінде мен бір қызды жақсы көремін. Тек үйдегілер ол қызға қарсы болғандықтан амалым болмады" деді. Шынымды айтсам, төбемнен жай түскендей болды. Одан дәл мұндай сөздер естемін деп ойламаппын. Қалайша бұлай болғаны деп өзімді кінәлай бердім. Оның сезімін аңғармайтындай соншалықты ақымақ болғаным ба деп өзімді жей бердім. Ол болса жұмыстан келеді, тамағын ішіп, ұйықтап қалады. Менімен мүлдем шаруасы жоқ. Мен болсам таңертең ерте тұрамын, үйдің барлық тірлігін жасаймын. Ата-енеме шай тамағын беремін. Осылай уақытым өтіп жатты. Арада бірнеше ай өтті. Көтердің бе, бірдеңең бар ма деген әңгімелердің шеті шыға бастады. Мен не дерімді де білмеймін. Оларға біздің әлі жақындаспағанымызды қалай жеткізбекпін? Ешкімге бұл сырымды айта алмаймын. Өзімді ақымақ секілді сезіндім. Бір күні түнде күйеуім мені жанына шақырды. Аздап қызыңғырап қалған екен. "Бері келші, қасымда болшы" деп маған өмірінде көрсетпеген жылуын білдірді. Сол түн екеуміздің нағыз ерлі-зайыптыға айналған күніміз болды. Бірақ бір өкініштісі, ол Гүлнұр деген есімді қайталай берді. Жүрегім тілгіленіп тұрса да, оған ештеңе демедім. Ол да үнсіз ұйықтап қалды. Азанда оянғанымызда арамызда не болғанын білмейді. Есінде жоқ. Мен оны құлай сүйгендіктен бар айтқанына көніп жүрдім. Бірақ шыдамның да шегі бар. Бір күні оның жасап жүрген тірлігінен әбден қажып, кетемін деген шешім қабылдадым. Бұлай жалғаса беруі де мүмкін емес еді. Тұрмысқа шығасың, бірақ шықпаған сияқты болып жүресің. Әрі-беріден соң мен тек ол үйге қызмет жасауға ғана келген жоқпын ғой. Қанша оқталсам да, біраз уақыт бойы кете алмай жүрдім. Енді кетемін дегенде әкемнің жүрегі ауыратыны есіме түседі. Анамның елдің бетіне қалай қарайтыны жаныма батады. Қайтып келген қыз жаман деп жаман қыз атануға тағы намысым жібермеді. Олай етпейін десем, мына үйде жаным жылап жүр. Мен үшін өмірдің дым мәні қалмаған секілді. Осылай жабырқап жүргенімде сіңілім байқап қалса керек. Кейінгі кездері біздің үйге жиі келіп жүрген. Бір күні сіңілім күйеуімнің мені жекіп жатқан кезін көріп қалды. Әңгімелерді естіп аузы ашылды. Оның мінезі сәл шатақтау еді. Барып үйдегілерге жайып салыпты. Содан мәселенің жібі ағытылды. Анам алып кететінін айтты. Сөйтіп мен төркініме тартып кеттім. Бір рет шалыс бастым. Ендігі өмірімде ойланып, саралап барып шешім қабылдармын. Бұл менің өмірімнің бір парағы болар. Жаңа парақтан бастаймын деп алдыма мақсат қойдым. Бірақ оған бір адам кедергі келтіре берді. Мен кетіп қалғаннан кейін күйеуім бір жаққа қарай күнде келетін болды. Үйге басып кіре алмайды. Оған батылы да жетпейтін. Әкем отыр.
анам бар дегендей. Түнімен тереземнің алдын күзетіп жүрді. Кейде терезеге ұсақ тастар лақтырып, жас баланың тірлігін жасайтын. Шығып кетші, сөйлесейік дейді. Мен болсам, өзінше болып қарамай жүрдім. Одан естіген ауыр сөздерім, жылаған түндерім еске түсіп, оған тіпті қарағым келмеді. Бірақ оған деген сезімімнің сөнбегенін жүрегім білдіріп тұр. Өзі келіп тұрғанда неге бармаймын деп те ойландым. Бір жағынан қайтып келген қыздың түннің бір мезгілінде көшеге шығып бара жатқаны да дұрыс емес қой. Әке-шешем де күдіктің болатыны рас. Ал өзіңнің күйеуіңмен кездесуге бара жатқаның тағы да қызық сияқты. Басым қатып кетті. Ол болса келуін тоқтатпады. Содан бір күні амалын тауып шықтым. Сөйлесейін дедім. Не керек екенін өз аузынан естейін. Мені сонша жақтырмаған адамның күнде тереземнің алдын күзетуінің артында қандай ой жатқанын білгім келді. Екеуміз бірінші рет дені дұрыс адамдар секілді әңгімелестік. Ол мүлдем басқа адамға айналған. Тіпті басқа адам сияқты сөйледі. Мені сағынғанын айтты. Таң қалғаным рас. Сені қалай жақсы көріп қалғанымды білмеймін. Бөлмеден сенің иісің шығып тұрады. Ас үйге кірсем де сенің жоқ екенің білінеді. Сенімен үйіме береке кірген екен ғой. Мен оны кеш түсініппін. Ендігі өмірімді сенімен ғана өткізгім келеді. Үйге қайтшы деді. Үзілді-кесілді жоқ дедім. Ол болса жарайды. Менен әбден көңілің қалған екен ғой. Мені мүлдем жақсы көрмейсің бе деді. Жоқ, жек көремін сені дей бергенім сол еді. Әй-шайға қарамай, мені иығына асып көтеріп алды да алға тартып жүре берді. Еңгезердей еркекке әлім келетін беді. Айғайлап иығына кетіп бара жаттым. Менің даусымнан сіңілім үйден атып шығыпты. Көршілер де не болып қалды екен деп сыртқа шықты. Демала беріңіздер, келіншегімді үйіме алып қайтып бара жатырмын деп миығынан күлді. Сол сәттен бастап ол үйден ешқайда кетпедім. Қазір шүкір, балаларымыз бар. Бір басымызға шүкірлік етуге тұрарлық ғұмыр кешіп жатырмыз. Жігітімнің кеш оянған сезімі үлкен махаббатқа ұласып, бүгінде адал жар, қамқор әкеге айналды. Ондайда махаббат болады екен. Мүмкін, бұл менің тағдырыма жазылған дүние шығар. Жаратқанның маған тарту еткен сыйы осы болар.